Сәлем болашақ грантигері, бүгін бізде универ аралайық жобасының кезекті түсірілімі және бүгін біз Алматы қаласындағы Қазақ-Америка университетіне келген болатынбыз және бүгін осы университетті обзор жасайтын боламыз. Кеттік! Қалайсыңдар? Жақсы өзіңіз. Жақсы. Бүгін бізде Қазақ-Америка университетінің обзор түсіруге көмектесетін Шыңғыс және Нұрай. Қош келдіңіздер. Жақсы. Жүрсіздер? Қазіргі таңда Қазақ-Америка университеті ол бірінші диджитал университет болып саналады. Біздің университетіміз 6 қабаттан тұрады. Бірінші қабатта бізде точки питания, кофейнялар орналасқан. Қазіргі таңда бірінші кофейнямыз ол Gloria Jeans. Студенттер свободный доступпен келе алады, тамақ жейді. Қазіргі кезде біз библиотекаға өтеміз. Бізде әр входта бізде Face ID тұрағымыз бар. То есть кез келген студент, адам, бөтен адам кіре алмайды. Бөтен адамға кіре алмайды. Жақсы. Ғана студенттер. Шыңғыс, жалпы осы бізге КАУ университетінің жайлы қысқаша тарихын айтып берсең? Әрине, Қазақ-Америка университеті 97-ші жылы ашылған Алматы қаласынан. 97-ші жылы ашылғаннан кейін біз ең бірінші университет, который открыл программу двойного диплома. Қосдипломдық бағдарлама бар, бізге ашқан. Қазіргі таңда бізде Швейцария және ақш университеттермен сотрудничестве. Келісімшартта отырмыз. Студенттеріміз әр жыл сайын Швейцария Херриот-Вуд университетіне, немесе Американың MIT, Колумбийский университет, Аризона Стейт университетінде оқиды. Сол қос программа дипломымен. 2005 жылы университетіміз Американская ассоциация колледжа университетке кірген. Сол ассоциация бойынша біздің студенттеріміз стипендиямен ақш еліне барады. Баралады, мүмкіншілік бар. Жалпы бүгінгі обзорда бізде университет жайлы толық ақпарат беріп, оның тарихы жайлы айтып, қандай бағдарламалар бар, білім беру бағдарламалары, және қандай артықшылықтары бар, сол жайлы айтып берсеңдер. Біздің YouTube арнамызда түлектер отырады, ата-аналар отырады, болашақ АУ-да тапсыратын 10-11 сынып оқушылар болады. Соған өте қызықты болады деп ойлаймын, осы университет жайлы білу. Қазір біз қай жерге келдік? Қазіргі таңда біз смарт-зонаға келдік. Осы жерде студенттеріміз үй жұмыстарын, групповые работы, жай бір проекттер, және де қазіргі таңда бізде студенческий Nomad House деген клубымыз бар. Сол клуб Астана Хабпен бірігіп, студенттер өзінің IT стартаптарын бастайды, сол жұмыс істейді. Осы суббота күні біздің студенттеріміз бірінші защита болады. Егер осы защитадан өтсе, уже ақша бөліне бастайды, и студенттер уже сол стартапын шығара бастайды. Жақсы. Мына жақта бізде қазіргі таңда кітапханадамыз, сол университеттің жүрегі деп саналады. Қазіргі таңда бізде 700 мың астам кітаптарымыз бар. Кітаптар, то есть мамандық бойынша, және де искусство, өнер, білім кітаптарымыз бар. Және де барлық кітаптарымыз цифровой форматта доступта бар. Мысалы, студентке егер универге келуге қиын болып жатса, немесе үйде отырып үй жұмысын оқып жатса, портал арқылы кітаптың атын жазады. Сол кітап электрондық нұсқада беріледі. Керемет, жақсы. Осы жерде толығымен. Егер оған, то есть нужно будет распечатанная версия, то есть может прийти. Қағаз нұсқасына. Қағаз нұсқамен оқытылады. Мына жақта доступ тек қана студенттерге ме, әлде мұғалімдер де келе алады ма, жұмыс жасай алады ма? Әрине мұғалімдер, студенттеріміз барлығымыз осы библиотекада жұмыс істейді. Және де екінші қабатта бізде отдельный читательный зал бар. Мысалы, осы зонада адамдар, то есть смарт-зона мен библиотека бірігіп, балары қиындау болады да. Сол үшін біз екінші зонада, екінші қабатта читательный зал ашқанбыз. Жақсы. Доступ қанша уақытта келеді? Кешке дейін бе, түнге дейін бе, таңға дейін бе? 8-ден 8-ге дейін жұмыс істейді библиотекамыз. Керемет, жақсы. Ассалаумалейкум. Есімім Ғалым. Дамир Қанатұлы, Геонлайн жобасы оқушыларды ұбт-ға
дайындаймыз география пәнінен. Өте қуаныштымын отырсаңыз. Осы университет жайлы обзор түсіріп жатырмыз. Қазіргі таңда YouTube арнамызда универ аралайық деген жобамыз бар. Қазақстандағы мықты университеттерді осылай обзор түсіріп, оқушыларға, ата-аналарға таныстырып жатырмыз. Ғалым Багазевич, жалпы осы бізге Қазақ-Америка университеті жайлы қысқаша ақпарат берсеңіз, оның артықшылықтары қандай? Қазіргі таңда қысқаша тарихы жайлы. Біздің университетке қош келдіңіздер. Қазақ-Америка университеті 1997 жылы құрылған. Ең алғаш рет біздің университеттің негізін қалаушы Амирлан Айдарбекович Хусейнов деген кісі. Ол кісі осы уақытқа 97 жылға дейін ақш-қа ғылыми тағылымдамаға 1 жылға барған болатын. Сол кездегі негізгі алған идея ол кредиттік оқу жүйесі. Мысалы, Қазақстан жоғарғы білім жүйесінде ең алғаш кредиттік жүйе енгізген сол біздің университет болады. Және де 97 жылы Қазақ-Америка университетінің құрылтайшылары ақш-тың 10 шақты университетімен коллаборациялық келісім шартқа отырып, бірыңғай шешім негізінде осы Қазақ-Америка университетін дүниеге әкелген болады. Біздің университеттің негізгі ерекшелігі сол кезден бастап әзірге дейін қос диплом білім беру бағдарламасын беруі. Яғни ол дегеніміз талапкерлер біздің университетке түскеннен кейін бірінші, екінші, үшінші курсқа шейін бізде білім алады, және төртінші курста Америка құрама штаттарынан білім алып, нәтижесінде 2 диплом алуға мүмкіндіктеріне бар. Қазірге дейін же қазірде де. Қазіргі уақытта біз енді бір орында тұрмай, заман талабына сай өзіміздің оқу бағдарламаларымызды жаңалап, яғни еңбек нарығына сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті мамандар дайындау үшін біз оларды жаңартып, жаңа нұсқада ұсынып отырамыз. Яғни бүгінгі таңда біздің басты ұстанымыз, яғни цифрлық менеджмент, цифрлық қоғамға байланысты жаңа еңбек нарығына жаңа кадрлар ұсыну болып табылады. Ол дегеніміз біздің қазіргі оқып жатқан білім алушыларымыз 4-5 жылдан кейін жақсы нәтижеге жететін еңбекке орналасуға үлкен мүмкіндік бар деген сеніммен қарап отырмыз. Жақсы. Осы бізге қазіргі Қазақ-Америка университетінің түлектерін, студенттерін сипаттап берсеңіз, олар бізге қандай? Жалпы Қазақ-Америка университеті бүгінгі таңда заманауи алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орны болғандықтан біз өзімізге түсетін талапкерлерге өте жоғары талап қоямыз. Яғни сіз кез келген мамандыққа қазір, кез келген топқа кіріп, кез келген студентпен сөйлессеңіз, олар болашағына айқын көзқараспен қарайтын, критикалық ойлау қабілеттері жетік, шет тілдерін еркін меңгерген, болашаққа да жетістікке жете алатын маман ретінде сөйлесе аласыз. Біздің университетте тек қана ағылшын тілімен ғана шектелмей, біз түрік тілінде береміз, испан тілінде береміз, француз тілінде, алдағы уақытта Қытай тілінде оқу үрдісінде енгізуді ұсынып отырмыз. Яғни біздің болашақ мамандар болашақта көп тілді, бәсекеге қабілетті болатын, яғни өзінің еңбек нарықта еркін сезіне алатын маман дайындауды біз мақсат қойып отырмыз. Осы мақсатқа жетеміз деп сенеміз. Жақсы. Жаңағы мұғалімдер жайлы айтып кеттіңіз ғой, осы профессионалды оқыту құрамасы бойынша. Бізде профессорлық оқытушылық құрамды қабылдауға да біз ерекше назар береміз. Өйткені сапалы кадр алу үшін оған сапалы білім беру қажет емес пе? Бізде мысалы Қазақ-Америка университетінде жұмысқа қабылдаудың өзіндік ережесі бар. Біз кез келген адамды қабылдамаймыз. Яғни жұмысқа қабылдау үшін ол бізде арнайы конкурстан өтеді. Конкурсқа өту үшін біздің базамызға өзінің материалдарын жүктейді. Оған бірқатар талаптар қоямыз. Біріншіден ол шет тілдерін еркін білуі, екіншіден ғылыми мақалалардың болуы, отандық шетелдік Scopus деген индекстелетін сияқты халықаралық рейтинг жоғары журналдарда да мақалалардың болуы, сонымен қатар практикалда өзінің тәжірибесінің болуы секілді мамандар тәжірибесінің болуы секілді сондай біліктілігі бар, жауапкершілігі мол ұстаздарды ғана біз жұмысқа қабылдаймыз. Сәйкесінше сапалы білім бере аламыз деген ойлаймын. Жақсы, үлкен рахмет, уақыт бөліп. Үлкен рахмет. Осы біздің көрермендерімізге түсіндіргеніңізге. Жақсы, қалған университетті барып тамашалайық. Жақсы, біздің университетті көріп, тамашалап, студенттермен сұхбаттассаңыз болады. Рахмет. Нұрай, осы бізге университет жайлы тағы да қосымша ақпараттар берсеңіз, себебі біздің көрермендерімізге, болашақ талапкерлерге қызықты болады деген ойдамын. Университеттің қандай артықшылықтары бар, қандай ерекшеліктері бар? Біздің жалпы университетіміздің менің ойымша ең үлкен ерекшелігі ол бізге оқушылар алғашқы жылы мамандық таңдамай түсе алады. Ол дегеніміз балалар бірінші жылы біздің 11 мамандықтарды қарап, әрқайсысына лекцияға қатысады, семинарға қатысады, кейбіреулер тіпті ол кезде стажировка өтеді. Сонымен қатар өздеріне ыңғайлы, өздеріне ұнаған мамандық таңдай алады. Бірінші жылдан кейін, иә? Бірінші жылдан кейін екінші курста әрі қарай өздеріне ұнаған мамандықтан таңдап кете алады.
Сонда олар ұбт тапсырып осы жаққа түседі, иә? Иә, Ақылы әрине. бөлімге, грант конкурсы бойынша да түсе Иә, мүмкіншілік бар, иә? әрине. Бірінші- Бізде ішкі гранттар да бар, және де государственный гранттар бар, мемлекеттік гранттар. Олар кез келгеніне түсіп, бізге бірінші жылға мамандық таңдамай оқи алады. Жақсы, керемет. Бірінші жыл сонда барлық бүкіл пәндерді оқиды, иә? Иә, әрине, олар, получается, мамандықтардың әрқайсысынан қандай пән оқысы келеді. Мысалы, бірінші жыл олар бірінші ай финансистермен жүре алады, екінші ай айтишниктермен жүре алады. Үшінші ай бізде международный отношения бар, сонымен қатар там өзіне ұнаған кез келгенмен жүріп, семинарға қатысады, лекцияға қатысады, практика өтеді дегендей. Сонымен қатар өзіне ұнаған сосын мамандыққа түсе береді әрі қарай, жалғастырып. Жақсы. Нұрай, осы бізге К университетіндегі мейджор, майнер системасы бар ғой, Иә, Сол бар. жайлы толық айтып берсеңіз. Жақсы, қараңыздар, бізде Minors Majors бағдарламасы бар. Ол бағдарлама арқылы балалар жарты жыл, бір жыл немесе 4 жыл бойы екі мамандықты қатар оқи алады. Мысалы, балалардың көбісі айтишникқа түсу келеді, бірақ олар творческий балалар болады ғой, өздерімен жалпы. Мысалы, журналистикаға түскісі келіп, IT таңдаса, олар бірінші жыл қарайды, бірінші семестр қарайды, оқи аламын ба, оқи алмаймын ба, кредиттарын көлемі қандай екенін, қандай сабақтары бар екенін, егер де оларға ыңғайлы болса, олар таңдап екі мамандықты 4 жылда бітіре алады. Основной мамандықпен олар диплом алады, екінші мамандықпен олар сертификат алады. Ол сертификат ертең жұмысқа жарамды болады, иә? Иә, әрине жарамды болады. Жақсы, керемет. Нұрай, осы сіздерде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бар ма? Иә, әрине бар. Біз оқушыларымызды Мевлана бағдарламасы арқылы Түркияға жібере аламыз, сонымен қатар Erasmus бағдарламасы арқылы Европаға, және де біз Америкалық университеттер және колледжер ассоциациясына кіретін болғандықтан, біз оларды академиялық ұтқырлық арқылы Америкаға жібере аламыз. Керемет. Жаңа брошюрды оқып қалдым. Summer camp, яғни жазғы лагерь бағдарламалары бар екен. Сол жайлы толығырақ айтып берсеңіз. Иә, әрине, бізде Америка Summer Camp деген бағдарламасы бар. Ол бағдарлама арқылы біз оқушыларымызды 3 айға Америкаға жібереміз. Былайша қарап отырсақ, work and travel сияқты, бірақ біз оларды IT хабтарға немесе жақсы компанияларға стажировкаға білім алмасуға жібереміз. То есть олар бірінші жыл оқығаннан кейін, мысалы ертең бір март, апрель айларында келіп, міне біз Америкада оқымыз келеді десе, біз олардың оқуының қалай болып жатқанын қараймыз, тіл қаншалық жақсы білетінін, сол арқылы біз оларды Америкаға жібереміз 3 айға. Ол сонда тегін бе, әлде ақылы ма, қандай бағдарлама ол? Тегін бағдарлама да бар, и ақылы бағдарламасы да бар. Бұл сынып бізде журналистика және де режиссерларға арналған сынып болып табылады. Олар өздерінің кез келген проекттерін осы кабинетке келіп түсіреді. Мына жерде бізде Кау-медиа деп жазылған. То есть бұл жақта шығармашылық пәндерге оқитын балалар келіп өздерінің практикасын жасай береді. Бәріңе сәлем. Біздің ООН кабинетінде қазір халықаралық қатынастардың мәселелерін өтіп жатырық. Нұрай, бізге жалпы осы университеттердің серіктестері жайлы қысқаша ақпарат берсеңіз, және университетте түлектерінің жұмыспен қамтылу пайызын, көрсеткішін жайлы айтсаңыз. Қараңыз, бізде жұмыспен қамту 100% болып саналады, себебі студенттеріміз 4 жыл оққаннан кейін 1 жылдың ішінде жұмыс таппаған жағдайда біз оларды 142 серіктестеріміздің біріне жұмысқа тұрғызамыз. То есть олар универде оқып жүрген кезде, егер де мысалы стажировка өтеміз десе, практика өтеміз десе, біз сол 142 партнерлерімізге жібереміз серіктестерімізге. Олар сол жақта бүкіл тәжірибе алмасып жүріп, сонымен қатар 4-ші курс оққаннан кейін сол жаққа сразу жұмысқа тұрып кетеді. Қандай серіктестер бар сонда? Қазіргі уақытта ең ірі IT серіктестігіміз ол Астана Хаб компаниясы болып саналады, сонымен қатар Каспий, Қазақтелеком және тағы да басқа. Олардың барлығы бізде сайтта бар. Жалпы бізде екі мектебіміз бар, жоғары креативті және гуманитарлық мектебіміз. Осы мектепке бізде 4 мамандығымыз бар. Бірінші мамандығымыз ол диджитал маркетинг, екінші мамандығымыз ол креативті индустрия және продюсирование, халықаралық қатынастар және де журналистика мамандығымыз бар. Екінші мектебіміз ол бизнес мектеп. Сол мектепте 4 мамандығымыз бар. Сол мамандықтар IT мамандығы, предпринимательство мамандығымыз,
бизнес-аналитика және де финансовый технология. Нұрай айтқандай, біздің универде мамандықсыз түсуге болады. Олар әр апта сайын әртүрлі практика және стажировка компанияларда өтіледі. Бірақ егер бір студентіміз, мысалы InDriver компаниясында веб-разработчика мамандығы ұнаса, және де мысалы келгенде Tengri News компаниясында журналист болғысы келсе, ол студент біздің майнер программасы бойынша оқыға алады. Майнер программасы бойынша 4 жылдың ішінде 2 мамандық алуға біздің универ арқылы болады. Және де қазіргі таңда Қазақстанда үлкен бір мәселе бар. Ол мәселе қандай? Студенттер универді бітірген соң олар жұмысқа тұра алмайды. Ол 2 себептен болады. Бірінші, ол жұмыс орындары жоқ, немесе сол работодательлер өзі айтады, то что нету опыта работы. Біз ол мәселені шештік. Америка Summer Camp программасымен. Осы программа бойынша біздің студенттеріміз әр жас сайын Америкаға кетеді. Сол Америкада IT-компанияларда және IT-хабтарда практика мен стажировка өтіледі. Қазақстанға келген соң олардың жұмыс тәжірибесі шетелдегі деп сертификат беріледі. Сол сертификатпен болашақта Қазақстанның топ компанияларға жұмыс тұруға болады. Қазір біз осы университеттің 2-ші курс студенті Алмастан кішігірім сұхбат аламыз. Алмас, қалайсың? Жақсы, өзіңіз? Жақсы. Алмас, бізге осы өзің жайлы қысқаша ақпарат, қай мамандықта оқисың, сол жайлы қысқаша айтып берсең. Алдымен барлықтарыңызға сәлем. Мен есімім Алмас, 2-ші курс студентімін. Халықаралық қатынастар мамандығында оқимын. Осы университетке қандай мақсатпен негізінен оқуға түстің, және осы университет саған қандай жақтарымен ұнайды? Негізі мен осы Қазақ Америка университеті жайлы бұрын сырттай көретінмін. Және 11-ші сыныпта жиі көріп бастаған соң осы университетке түсем деп шештім. Өйткені аты ұнады, сосын жалпы бағдарлама ұнады. Өйткені халықаралық қатынастар мамандығына түскен кезде бірнеше тіл оқу мүмкіндігі бар. Және мен көбінесе осы үшін түстім. Өзің осы жақтансың ба, Алматыдан? Иә, осы Алматының күні. Жақсы. Қазіргі таңда тек қана оқудан басқа осы жақта амбассадорсың, қателеспесем, иә? Университеттің ішкі жаңағы студенттік өмірі жайлы қысқаша айтып өтсең? Негізі университетте студенттік өмір өте сондай яркий өтеді десем болады. Осы 1-ші курстан бастап активизмға жақын болдым. Әртүрлі мероприятияларға қатыстым, олар студвесна, басқа да мероприятияларда көмектесіп. В целом, осы 2-ші курсқа келген кезде амбассадорлар ашылды. Сол амбассадорға түстім, өзімді жан-жақты дамыттым десем болады. Өйткені бұл организация студенттерді жан-жақты дамытуға нацелен десем болады. Жақсы, рахмет. Қазақ Америка университетінің студенттерімен сұхбатымызды жалғастырайық. Бізбен бірге Мөлдір, сәлем. Саламатсыз ба? Мөлдір, бізге осы университет жайлы, өзіңіз жайлы, мамандығыңыз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз, қалай түстіңіз, оқу тапсырдыңыз ба, қай курста оқисыз және қандай мамандықты оқисыз, осы жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Жақсы. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Жұмат Мөлдір. Жалпы осы Қазақ Америка университетінің 1-ші курс студентімін, халықаралық қатынасты оқимын. Қалай түстім? Мен ұбт тапсырдым, бірақтан балым енді жетпей қалғандықтан ішкі грант конкурсына да қатыстым. Сол ішкі грант конкурсының жеңімпазы атанып, қазір 4 жылға грантта оқимын, яғни 4 жылдық грант алдыңыз. Дұрыс, иә, 4 жылдық грантты ұтып алдым, қазір оқып жүрмін. Жақсы. Оқудан басқа, жаңа халықаралық қатынастар мамандығы, яғни тілді жақсы білесіз, иә? Оқып жатсыз. Иә, бізде ағылшынша сабақтар өтеді, және де қазір западный языки, яғни испан тілін таңдадым. Маған француз немесе испан тілін таңдау 2 мүмкіншілік берілді, сол мен испан тілін таңдадым қазір. Керемет. Университеттің жаңағы ішкі өмірі, студенттік өмірі жайлы қосымша ақпарат берсеңіз, менің ойымша біздің болашақ түлектерге бұл өте қызықты болады. Жалпы бізде КАУ-да, яғни Қазақ Америка университетінде
жан жақта клубтар бар, және оның ең ұнайтыны маған осы Nomad House деп аталады. Яғни біздің университетте студенттерді бірінші курстан бастап уже стартап жасауға үйретеді. Және де қазіргі таңда осы 25 күні февральда бізде конкурс өтеді стартаперлердің. Мен соның ішінде бармын, яғни қазір дайындық үстіндеміз. Ал бұдан бөлек бізде спикинг клубтар бар, яғни гостевые лекции, қонақтар шақырылады. Жалпы осылай өте қызық, посвящение өтеді. Барлығына осыған қатысып жүрсіз, иә? Иә, барлығына қатысып жүрмін. Керемет. Тағы университет жайлы қызықты бір ақпараттар айтсаңыз. Не айтайын. Біздің университет сол 97-ші жылы ашылды. Біздің универдің тарихы өте бай. Жалпы біздің мұғалімдеріміз, профессорлеріміз өте жақсы. Әсіресе халықаралық қатынастардың осы беретін мұғалімі маған қатты ұнайды. Себебі ол кісі ағылшынша өте керемет сөйлейді, және ол бізге подражание деп айтайын, иә. Жақсы. Өзіңіз осы Алматыдансыз ба әлде? Жоқ, мен Алматы қаласынан емес, мен Тараз қаласынан боламын. Жақсы. Жатақханада тұрасыз ба әлде? Жоқ, жатақханада тұрмаймын. Мен әпкеммен бірге өз бөлек тұрамын. Жақсы. Сізге сәттілік, Мөлдір. Рахмет. Давайте. Бүгінгі Қазақ Америка университетінің обзоры осымен аяқталды. Әдеттегідей университет бізге осындай мерішті берді, және осы мерішті біз ең үздік комментарий жазған оқушылардың арасында ойнататын боламыз. Ал негізгі шарт мынандай: өздеріңіздің мамандықтарыңыз жайлы және не себепті сол мамандықты таңдап жатқандарыңызды комментарийге жаза кетіңіздер, және ең үздік, ең көп лайк жинаған оқушыға осы мерішті ойнататын боламыз. Бүгінгі рубрикамыз осымен аяқталды. Келесі обзорларда кездескенше.